Ассалаумағалейкум қазақ жұрты. Айбарлы алашым, қасықпа текті қазағым. Қазақ халқы елдігін, теңдігін сұрап, бейбіт түрде алаңға шықты. Ел үшін, жер үшін қан төкті, жан қийды. Бірақ өкінішке орай, бұрынғы сол қазақ халқын 30 жылдан бері құлдықта ұстап отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың шіріген жүйесі өзгеріссіз сол қалпында қалды. Өйткені бүгінгі Тоқаевтың Қазақстан Республикасының жаңа премьер-министрін сайлағаннан-ақ көріп аламыз. Бүгінгі сайланған Әлихан Смайылов деген жаңа премьер-министр осыдан бұрын, яғни Нұрсұлтан Назарбаев президент болып тұрған кезінде сонау шетте отырған жерінен бір жиналысты аттай қалап ең ортаңғы төрге әкеп орналастырған болатын. Ал сол кім еді? Сол қазіргі Әлихан Смайылов. Ал Тоқаев жаңа премьер-министрді таныстырған кезде соншама сөздердің арасынан Әлихан Смайыловтың Қазақстан экономикасының болашағы туралы көзқарасы дұрыс деп атап көрсетті. Менше бұны қазіргі нұр жүйеге деген көзқарасы дұрыс деп айту абзал болар. Және де сол мәжіліске қатынасып отырған 89 депутаттың бәрі бірдей сол Әлихан Смайыловты жақтап дауыс берген. Бейне бұл солтүстік Корея, яғни Қытай басшыларын сайлағанмен бірдей. Ал ең сорақысы, жаңа премьер-министр Әлихан Смайылов 3 жылдай бұрынғы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көмекшісі болған. Осыдан-ақ біз көріп алуға болады, қазіргі Тоқаев басшылығындағы өкімет сол баяғы Нұрсұлтан Назарбаевтың жалғасы деп айтуға әбден болады.